Бүгінгі мен сіздерге ұсынатын жобам автокөлік диагностикалау. Автокөлік диагностикалау менің қазіргі жұмыс істейтін жерім, менің қызметім бұл жерде автосервис, яғни автокөліктердің моторын жасау, моторын ауыстыру. Мен осы жерде көмекші болып жұмыс жасаймын. Менің жобам ол автодиагностика, оның кіретін заттар Феникс толщиномері 71 мың теңге, лаунж сканері 450 мың теңге, осциллограф Хантек ол 185 мың теңге, барлығы 704 мың теңге шығын шықты. Астана қаласында автокөлік қызметтер нарығында автодиагностикалау өте аз. Астанада көп заттар автосервис немесе ремонт жасауға шоғырланған. Менің басты мақсатым жөндеуді бастау үшін ақауларды себебін дұрыс анықтау. Сыртқы жарнама баннер береміз, OLX платформасында жарнама береміз және Каспи платформасында жарнама береміз. Менің 2026 жылға күнтізбем 2026 жылдың наурызында ғимаратты дайындау және жабдықтарды сатып алу, 26 жылдың сәуірінде жарнама беру және мемлекеттік тіркеу. Неге 26 жылдың сәуірінде? Сол кезде мен 18 болғанмын. Жеке табыс салықтарға келетін болсақ, жеке табыс салық 85 мың теңгенің 10%, 8500 теңге, медициналық сақтандыру 2%, 1700 теңге, жеке табыс салығы 10%, 1900 теңге, әлеуметтік салық 1092 теңге. Сонымен мен бір адамды жұмыс алсам, 85 мың теңге оған айлық беремін. Bir ayda 1 миллион 20 мың теңге сол адамға айлық беремін. Шығысқа жоспары толщиномер Феникс 71 мың теңге, лаунж сканері 450 мың теңге, Хантек осциллографы 185 мың теңге, баннері 10 мың теңге, эксторы жалғауы 300 мың теңге шығады. OLX-қа және Каспиға жарнама берген тегін болады. Коммуникалдық қызметтер 150 мың теңге, барлығы мен бастапқы шығын 1 миллион 163 мың теңге шықты. Енді кіріспер жоспары. Феникс толщиномері және лаунж сканері, Хантек осциллограф үшеуі 20 мың теңгеге бағаласа болады. Және диагностикаға шығу қала бойынша 15 мың теңге, диагностикаға шығу аудан бойынша 25 мың теңге. Сонымен барлығы бір күнде 65 мың теңгеге дейін ақша табуға болады. Менің тәуекелдер сұранысты тұрақсыздығы, қызметтің көлемінің төмендеуі, өнім сапасының нашарлауы, саяси тәуекел және салық тәуекел. Назарыңызға рахмет.